Адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағы да бір өсімдік сәбіз. А дәрумені калий, тұзы мен каротинге бай өсімдік. Ағзадағы тұзды судың айналасын реттеп, судың денеден бөлінуін қамтамасыз етеді. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай бөбектер мен болашақ және бала емізетін аналар, асқазан, бүйрек, жүрек қант диабеті ауруына шалдыққан жандардың көбірек пайдаланғаны жөн. Ересек адам күніне бір стақан сәбіз шырынын пайдаланса әбден жеткілікті. Тек сәбіз шырыны тұрып қалмауы керек. Ұзақ тұрып қалса шырынның сапасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Сәбіздің ағзаға берер пайдасы халыққа ертеден-ақ белгілі. Ежелгі Русия елінде сәбіздің көмегімен тыныс жолдарын, жүрек, бауырды емдеген. Ал қазіргі таңда ғалымдар сәбіздің құрамындағы әрбір дәруменге кеңінен тоқталып, оның емдік қасиеттерін тарқатып айтуда. Сәбіздің құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде де кездеседі екен. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса, пайдасы молырақ болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің едәуір бөлшегін адам ағзасы өзіне оңай сіңіре алады екен. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік бас қосуларда еуропалықтар бір-біріне балда сақталған сәбізді сыйлайды екен. Бұл денсаулығың мықты болсын деген ниеттің белгісі екен. Сәбіздің құрамында А дәруменінен басқа С, Б, Д, Е дәрумендерінде және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор және магний бар. Сәбізді емдік қасиетте шикілі және шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сәбіздің шырыны және үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалыпқа келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. Витамин жетіспеушілік және анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну керек. Сәбіз шырыны бүйрек және бауыр жұмыс бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етіп, бауырды тазалайды. Халық медицинасында күйген жерлерге және іріңді жараларға үгітілген сәбіз немесе сәбіздің шырынын жақса, тезірек жазылады деп есептейді екен. Сәбіз сонымен қатар көз ауруларында, жоғарғы тыныс жолдарының аурулары, ауыз қуысының қабынуы және стоматитті емдеу кезінде пайдаланады. Сұлулық дәрумені деп аталатын А дәрумені сәбіздің құрамында болғандықтан оны табиғи косметика үшін де пайдаланады. Егер сіз тұрақты түрде сәбіз шырынын ішіп жүрсеңіз, онда сіздің жүзіңіз жасарады. Сәбізден косметикалық мақсаттарда маска жасап бетке қолдануға болады. Мойынға және бетке арналған мынадай маска жасауға болады. Бір үгітілген сәбізбен бір жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластырып, аздап үстінен зәйтүн майын тамызып жіберсеңіз, және осы масканы бетке жағып, және одан кейін 20 минуттай ұстап, жылы сумен шайып тастау қажет. Сол кезде әрдайым бетіңіз жасарып, жұмсақ болып тұрады. Ал енді адам ағзасына өте пайдалы сәбіз шырынын қалай дайындаймыз? Ең алдымен жақсы сұрыптағы 2 үлкендеу сәбізді алып, оның сыртын жақсылап сумен тазартып жуамыз. Егерде сыртында лай балшықтар болатын болса, оны қатты губканың көмегімен жақсылап тазартамыз. Содан кейін 2 ұшын кесіп тастап, сәбізді кішкентай бөліктерге бөліп, шырын сыққыштан өткіземіз. Сәбізге қосып, бір кішілеу алманы немесе үлкен алманың жартысын қосып, оны да шырын сыққыштан өткізсеңіз, пайдасы молырақ болады. Осы дайындап алған шырынды кішкене су қосып, аш қарынға ішсеңіз, ағзаңызға өте пайдалы. Ересек адамдар үшін күніне 1 стақан сәбіз шырыны, ал кішкентай балаларға және жасөспірімдерге жарты стақан сәбіз шырыны көптеген аурулардың алдын алып, салауатты өмір салтын ұстанып, пайдасы және зиянды тағамдардан бас тартып, жүруіңізге септігін тигізеді. Осымен бүгінгі менің видеоролигім өз мәресіне жетті. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса астына комментарий бөліміне өтіп жазып кетіңіз.